Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. An-Nuqoya atты fiqh kitabından кезекті дәрісімізді өтеміз. Еске сала кетелік, An-Nuqoya кітабы Ханафи мәзһабы бойынша жазылған шағын фиқх кітабы болып есептелінеді. Өткен дәрісімізде ғұсылдың парыздары жайында сөз еттік. Ғұсылдың 3 парызы бар дедік. Ауызды шаю, мұрынды шаю және де денесінің барлық жерін жуу дедік. Бүгін ғұсылдың сүннеттеріне тоқталатын боламыз. Сүннет дегеніміз пайғамбарымыздың кейде істемегені болмаса, көбіне үнемі орындап жүрген нәрселерін айтамыз. Оның үкімі сүннетті орындаған адам сауапқа кенеледі, істемеген адам күнәға батпағанымен, әдейі істемеген жағдайда әбестік істеген болып саналады. Суннанул ғусли ғұсылдың сүннеттері, ва суннануху оның сүннеттері келесідегідей: Ан йағсиле едейхи. Алдымен екі қолын білезікке дейін жуады. Себебі, былайша айтқанда тазалаушы құрал ретінде екі қол есептеледі. Денені тазаламастан бұрын құралды тазалап алған дұрыс. Сосын уафарджаху, сосын жыныс мүшесі, яғни әурет жері жуылады. Нәжіс болмаса да, нәжіс болса міндетті түрде жуу тиіс. Өйткені ондағы нәжіс денесінің басқа жеріне сумен тиюі мүмкін. Ва юзилен наджасата, денесінде қандай да бір таза емес нәрсе болса, оны тазалайды. Сумма ятаваддаа илля риджлайхи, одан кейін әдеттегідей дәрет алады, яғни аузы мұрнын шайып, қолын шынтаққа дейін жуып, басына майсық тартады. Илля риджлайхи, тек аяғын жумай ғұсылдан кейінге қалдырады. Сумма юфидул маа аля баданихи саласан, кейін денесінің барлық жеріне 3 рет су құяды. Бір рет барлық денесіне су құю парыз, 3 рет құю сүннет. Бірінші оң иығына 3 рет су құяды, сосын сол иығына су құяды 3 рет, одан кейін басына 3 рет су құяды. Әуелі басынан бастаса да болады. Басына 3 рет су құйып болғаннан соң, қалған жерлеріне су құйып, ысқылап жуады. Осы тұрғыда намазы жаңадан бастап жүрген кісілер сұрап жатады: ғұсыл алғанда шампунь, сабын қолдануға бола ма деп. Алдымен екі иыққа 3 рет су құйып, басқа 3 рет су құйып болғаннан кейін, яғни сүннет орындалғаннан кейін, шампунданып, сабынданып жуынуға болады. Сумма яғсилер риджлайни ла фил мустанқаи. Одан кейін соңында екі аяғын жуады. Ла фил мустанқаи, бірақ ғұсылда қолданған судың жиналған жерінде емес. Яғни шомылған суыңыз астындағы леген, ванна, тағы да басқа жерлерде жиналып тұрған болса, аяқпен кешіп тұрған болсаңыз, онда орныңызды ауыстырып, басқа жерде аяқты жуасыз. Жиналмаған болса, арнайы қуыстан төмен қарай ағып кетіп жатқан болса, онда сол жерде ғұсылдың соңында аяғыңызды жуасыз. Аузы мұрында ең баста дәрет алғанда шайып қойғандықтан, қайтадан шаюдың қажеті жоқ. Осы айтқандарымыз ғұсылдың сүннеттері, пайғамбарымыз осылай алған. Соңғы сөйлемін оқиық. Уайякфи лизати дафирати, қалың бұрымы бар әйел кісінің ғұсылда ан ябталла аслуха, тек шашының түбін сулап қоюы жеткілікті. Кейде қалың шашты, өрілген қалың бұрымды әйел кісілер болады. Олар ғұсылданған сайын бұрымын шешіп жүруі қиынға соғуы мүмкін. Сондықтан Алла елшісі Мұхаммед пайғамбар ондай шашты тарқатпай, суды шаштың түбіне жететіндей құюдың жеткілікті екендігін айтқан. Бас терісіне судың тиюі жеткілікті, ал бұрымы тарқатылған, өрілген шашы шешілген күйі болса, онда шашын түгелдей жуады. Алхамдулиллахи Rabbil аламин.